Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз қ мен ғ. Кестедегі сөздерді дауыстап оқы. Есіңе сақта, ғ әрпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Мысалы, достық, достығы, атақ, атағы, құшақ, құшағы. Дәптермен жұмыс. Дәптеріңді ашып, бүгінгі күнді жаз. Қазанның 13-і үй жұмысы. 27-ші жаттығу 52-ші бет. Өлеңді көшіріп жаз. 29-ші жаттығу 53-ші бет. Көп нүктенің орнына қ, ғ әріптерінің тиісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз.